сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыптың атауы баланс активтері мен пассивтерін талдау. Осы тақырыпқа сай келесі сұрақтарды қарастырамыз. Баланс активтерінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау, ұйымның мүліктерін мобильді және мобильсіз түрлеріне бөлу, мобильсіз құралдардың құрамы мен құрылымы, меншік капиталының құрамы мен оның орналасуы, міндеттемелердің құрамы мен құрылымы, түрлері және пайда болу мерзімі бойынша кредиторлық бережақтарды талдау. Кәсіпорынның активтері бұл болашақ экономикалық пайда алу күтілетін өткен оқиғалардың нәтижесінде кәсіпкерлер немесе ұйым басқаратын ресурстар. Кәсіпорын активтерін, яғни шаруашылық құралдарды, бухгалтерлік баланс құрамы бойынша көрсетеді және оларды қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтер деп бөлеміз. Кәсіпорынның активтері бір жылға дейін қызмет ететін, әрқашан айналымда болатын активтерді қысқа мерзімді активтер дейміз. Оған ақша қаражаттары мен оның эквиваленттері, қысқа мерзімді қаржылық активтер, қысқа мерзімді дебиторлық бережақтар мен тауарлық материалдық қорлар жатады. Ал кәсіпорынның ұзақ мерзімді активтері ол кәсіпорында бір жылдан астам қызмет ететін активтері. Оған ұзақ мерзімді қаржылық активтер, ұзақ мерзімді дебиторлық бережақтар, негізгі құралдар, материалдық емес активтер жатады. Осы кәсіпорын балансының активтер құрамының өзгеруіне және орналасуына талдау жүргізу келесі сатылар бойынша жүргізіледі. Біріншіден, есептік кезең соңындағы активтердің, яғни баланс валютасының құнының, оның басталуымен салыстыру, оның ішінде қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің өзгеру есебінен өзгеруін бағалау. Яғни жыл соңындағы баланс валютасын жыл басындағы баланс валютасымен салыстыру арқылы біз ауытқуын, яғни өзгерісін анықтаймыз өткен жылмен салыстырғандағы, және қысқа мерзімді активтер мен ұзақ мерзімді активтердің өзгеруін жеке-жеке солай жыл соңындағы көрсеткішмен жыл басындағы көрсеткішмен салыстыру арқылы талдау жүргіземіз. Екінші, активтердің жалпы құнының ішінде қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтер үлесінің өзгеруін бағалаймыз. Егер активтердің жалпы құнындағы қысқа мерзімді активтердің үлесі кемінде 50% болса, онда баланс оңтайлы болып саналады. Яғни біз активтердің жалпы құнының ішіндегі қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің үлес салмағын анықтайтын боламыз бұл сатыда. Үшінші, қысқа мерзімді активтер құнының барлық активтер құнына қатынасына тең активтердің ұтқырлық, яғни мобильдік коэффициентін есептейміз. Ол активтердің жалпы құнындағы қысқа мерзімді активтердің үлесін көрсетеді және ол жоғарылауға тырысуы қажет. Өйткені бұл кәсіпорын активтерінің айналымын жеделдетуді көрсетеді, оларды тиімді пайдалануын көрсетеді. Қысқа мерзімді активтердің, яғни ұтқырлық мобильдік коэффициенттерін есептеу, ол ақша қаражаттарының сомасының қысқа мерзімді активтерінің құнына қатынас ретінде анықталады және ол жоғарылауға тырысуы қажет. Келесі сатыда қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің ара қатынасын есептейміз. Ол ұзақ мерзімді активтердің құны мен қысқа мерзімді активтердің құнына қатынасына тең және ұзақ мерзімді активтердің бір теңгесіне қанша қысқа мерзімді активтер келетіндігін көрсетеді. Алтыншы сатыда кәсіпорынның дебиторлық бережағын жағдайын талдаймыз. Бережақ жағдайын, яғни дебиторлық бережақ бұл кәсіпорынның айналымның уақытша алшақталынған оның қаражаттары. Яғни дебиторлық бережақ бұл өзіміздің сол кәсіпорынның ақшасы, бірақ бұл біздің кәсіпорнымыздың айналымына әлі келіп түспеген ақшалар болып саналады. Дебиторлық бережақтарды талдау барысында есептік кезең соңындағы дебиторлық бережақ сомасы жыл басындағы кезеңмен салыстырғанда қаншалықты өзгергенін талдаймыз және дебиторлық бережақтардың уақытылы төленуін және кәсіпорынның мерзімі өткен соң дебиторлық бережақтар бар жоғын анықтау керек. Дебиторлық бережақтарға кәсіпорында міндетті түрде талдау жасап отыру қажет және сол дебиторлық бережақтардың уақытымен қайтарылуын тоже талап ету отыру қажет. Талдау нәтижелері бойынша кәсіпорын активтерінің құрамын жетілдіру бойынша келесідей шаралар өңделеді.
Ол біріншіден кәсіпорын активтерінің жалпы сомасы ішінде қысқа мерзімді активтердің үлесін жоғарылату, ол үшін өнімді, жұмысты, қысқа қызметті өндіру мен өнімді өткізу көлемін арттыру, олардың өзіндік құнын төмендету керек және сол кездегі жалпы жиынтық табысының өсуіне әкеліп соқтырады. Екінші, активтердің құрамын жетілдірудің екінші шаралары қолданылатын келісім шарт бойынша міндеттемелерімізді уақытылы және қатал орындап отыруымыз қажет. Яғни өнім, жұмыс, тауар сапасын жоғарылатуымыз қажет. Қолма-қол есеп айырысудың түрлерін пайдалануымыз қажет. Дебиторлық бережақтар есебін сапалы жүргізу арқылы дебиторлық бережақтар сомасын төмендетіп отыруымыз қажет. Мысалға, көкжиек жауапкерлігі шектеулі серіктестігінің бухгалтерлік баланс мәліметтері бойынша баланс активі мен активтерінің құрамы мен орналасуына талдау жүргізіп көрейік. Бұл жағдайда біз өсу қарқынын анықтаймыз. Өсу қарқыны дегеніміз бұл жыл соңында құнның жыл басында құнына қатынасы және оны 100-ге көбейтілген түрі. Көкжиек жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің активтері берілген, яғни қысқа мерзімді активтер, оның ішінде ақша қаражаттары мен қысқа мерзімді дебиторлық бережақтар. Сонымен қатар ұзақ мерзімді активтер мен және жиыны активтерінің, яғни барлық активтерінің құны. Енді біз өзгеріс қарқынын анықтаған кезде біз жыл соңындағы, мысалға, қысқа мерзімді активтер, соның ішінде ақша қаражатын алатын болсақ, жыл соңындағы 2000 теңгені жыл басындағы 2000 теңгемен қатынасын және оны 100-ге көбейтілген түрін жазамыз. Қысқа мерзімде дебиторлық бережақтар бойынша дәл солай 355 мың теңгені бөлеміз 21 мың теңгеге, оны 100-ге көбейтіп көрсетеміз. Осылайша өзгеріс қарқыны анықталады және өткен жылмен салыстырғанға қанша пайызға өзгергенін біз көріп отырамыз. Сонымен қатар біз талдаудың жаңағыдай екінші шарты бойынша біз үлес салмағын анықтаймыз. Үлес салмағы ол әрбір жеке көрсеткіштің жиынына бөлініп 100-ге көбейтілуі. Қорытынды жасай келсек, енді жасалған біздің талдауымыз бойынша сол жауапкершілік шектеулі серіктестіктің жыл соңындағы активтерінің жалпы құны жыл басымен салыстырғанда 238.831 мың теңгеге немесе 43,6%-ға азайып отыр екен. Қарап отырсақ. Ал қысқа мерзімді активтерінің 242.735 мың теңгеге немесе 46,67%-ға азаюы және ұзақ мерзімді активтердің 3.904 мың теңгеге немесе 14,51%-ға азаюы есебінен болып отыр. Міне, ұзақ мерзімді активтер 14,51%, қысқа мерзімді активтер бұл бізде 53,33%. Енді екіншіден активтердің жалпы сомасында қысқа мерзімді активтердің үлесі бұл бізде 5,08-ге төмендеген және сәйкесінше ұзақ мерзімді активтердің үлесі сәйкесінше өсіп отыр. Бұл кәсіпорын үшін жағымсыз көрсеткіш. Себебі біз жаңа талдау сатыларын атап өткен кезде біз айттық, қысқа мерзімді активтердің үлесі 50% және одан жоғары болса, бұл баланс кәсіпорынның оңтайлы болғаны. Ал біздің есебіміздің шарты бойынша қысқа мерзімді активтердің үлесі ұзақ мерзімді активтердің үлесіне қарағанда азайып отыр. Ұзақ мерзімді активтердің үлесінің өскендігі, яғни кәсіпорында негізгі құралдардың алынып көбейгендігі, олар бір жылдан астам тұра береді. Бірақ кәсіпорын үшін қысқа мерзімді активтердің үлесі жоғарылап, олар үнемі айналымда болып тұрса, ол кәсіпорынның ақша қаражаттарының көбеюіне келіп соқтырар еді. Үшінші, кәсіпорын активтерінің мобильдігін анықтаймыз енді. Біз активтер мобильдігінің коэффициенті бұл қысқа мерзімді активтердің барлық активтеріне құнына қатынасы ретінде анықталады. Жыл басында мысалы біздің есеп шартымыз бойынша 0,951, ал жыл соңында 0,904
мыңнан 900 құрап отыр. Бұл кәсіпорын активтерінің мобильдік коэффициенті жыл соңында жыл басымен салыстырғанда төмендеп отыр. Жыл соңында жыл басында 51.051-ге көп болған. Бұл өз кезеңінде кәсіпорын активтерінің айналымдылығы төмендеген, олардың тиімсіз қолданылуын көрсетеді. Яғни біздің есебіміздің шарты бойынша біз кәсіпорындар айналым құралдарының айналымдылығының төмендегенін байқаймыз. Яғни тауардың тез ақша қаражатына айналуын төмендетілген. Сонымен қатар талдауды жалғастырсақ, жаңа 4-ші саты бойынша біз қысқа мерзімді активтердің мобильдігін анықтайық. Жыл басында мысалы 0,4 болып саналса, яғни мыңнан. Жыл соңында қысқа мерзімді активтердің мобильдік коэффициенттерін өскенін көріп отырық. Яғни мына жерде 4 болса, мына жерде 7. Бірақ бұл мәндер өте төмен. Өйткені мысалы 0,07 болса, бұл кішкене жақсы болар еді. Ол тіптен бір мыңнан емес, тіптен миллионнан 7, 0,4 сондай көрсеткіштер ретінде көрсетіліп отыр. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің қатынасының коэффициентін анықтай келсек, жыл басында мысалы 19,335 құраса, жыл соңында 9,005-ті құрап отыр. Бұл қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің қатынасының коэффициентін төмендегенін көрсетіп отыр. Жыл соңында 0,05 болса, жыл басында 335, яғни жыл соңына қарай қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтерінің ара қатынасы алшақтап бара жатқанын көрсетіп отыр. Бұл тоже жағымсыз көрсеткіш кәсіпорын бойынша. 6-шы сатысы, жыл соңындағы дебиторлық берешектер сомасы жыл басымен салыстырғанда 334 мың теңгеге немесе 1590,48%-ға өсіп отыр. Талдау барысында кәсіпорын балансының активтерінің құрылымы, яғни осы барлық сатыларды есептей келе, талдау барысында осы кәсіпорын балансының активтерінің құрылымы мен орналасу жағымсыз бағаға ие болып отырғандығын көріп отырмыз. Сондықтан баланс активтерін жетілдіру бойынша шаралар қабылдану қажет. Енді бухгалтерлік баланста сонымен қатар активтермен қатар қалыптастыру көздері бойынша меншікті және тартылған болып бөлінетін кәсіпорынның авансталған капиталы, яғни пассив бөлігі көрсетілген. Меншікті капитал дегеніміз бұл таза активтер, яғни барлық міндеттемелері шегерілгеннен кейін қалатын кәсіпкердің немесе ұйымдардың активтеріндегі үлесі. Меншікті капитал ол активтер алынған міндеттемелер теңдеу ретінде көрсетіледі. Тартылған капитал дегеніміз бұл кәсіпорын ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді міндеттемелер ол кәсіпкердің немесе ұйымдардың бұрынғы реттеу оқиғаларынан туындайды. Экономикалық пайдаларды қамтитын ресурстардың шығуына әкеп соқтыратын қолданыстағы міндеттемелер. Яғни біздің кәсіпорынның міндеттемелер ол мысалға кәсіпорын несиелер алған болса, ол несие бойынша біз міндеттіміз төлеуге, еңбек ақы бойынша жұмысшыларымызға төлеуге міндеттіміз. Сонымен қатар бізге тауарды немесе қандай да бір шикізат пен материалдарды жеткізіп берген жабдықтаушыларға да міндеттіміз. Яғни осының төлеуге. Міне осының барлығы сол кәсіпорынның кредиторлық берешектері, яғни міндеттемелер болып саналады. Енді кәсіпорынның балансының пассив бөлімі осындай келесідей бөлімдерден тұрады, яғни меншікті 3 бөлімнен тұрады. Бұл бірінші бөлімі, яғни баланстың 5-ші бөлімі ол меншікті капитал, оған жарғылық қор, резервтер, эмиссиялық табыс, бөлінбеген табыс, яғни жабылмаған зиян жатады. Және тартылған капитал, бұған қысқа мерзімді міндеттемелер мен қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер, қысқа мерзімді кредиторлық берешектер және ұзақ мерзімді міндеттемелер жатады. Енді кәсіпорынның аванстық капитал құрамының өзгеруіне талдау жүргізу сатыларын қарастырайық.
Ол біз бірінші есептік кезең соңындағы авансталған капиталдың, яғни баланс валютасының құнының, оның басталуымен салыстырамыз. Оның ішінде меншікті және тартылған капиталдың өзгеру есебінен өзгеруін бағалаймыз. Екінші сатысында авансталған капиталдың жалпы сомасында меншікті капитал мен тартылған капитал үлестерінің өзгеруін бағалаймыз. Бұл кезде меншікті капитал үлесі жоғары болу керек те, ал тартылған капиталдың үлесі төмен болса, онда бұл жағымды көрсеткіш болып табылады, және кәсіпорынның бухгалтерлік балансының жаңағы қаржылық оңтайлылығы және кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының нығайғандығын білдіреді. Үшінші сатысында кәсіпорынның меншікті капиталының сақталуын бағалау, ол үшін кәсіпорын есептік кезең соңындағы меншікті капитал құны мен оның басындағы құнымен салыстырылады. Төртінші сатыда кәсіпорынның аванстық капиталының жалпы құнындағы несиелер үлесі және сомасының өзгеруі бағаланады. Және бесінші сатысында кредиторлық бережақтарының өзгеруіне талдау жүргізіледі. Кредиторлық бережақтар бұл кәсіпорын айналымда уақытша тартылған басқа кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаттары, яғни оның ішіне немесе олардың тауарлары, яғни әлі оның ақшасы төленбеген. Оны талдау кезінде есептік кезеңнің аяғындағы бережақ сомасы туралы деректерді тұтастай алғанда жекелеген баптар бойынша басындағы деректермен салыстырылады. Сондай-ақ жедел есепке алу деректері бойынша оны өтеу мерзімдерінің сақталуы тексеріледі. Талдау нәтижелері бойынша кәсіпорынның аванстық капиталының құрамын, яғни пассивінді жетілдіру жөніндегі іс-шараларды әзірлейді. Талдау нәтижелері бойынша ол үшін бірінші ол аванстық капиталның жалпы құнындағы меншікті капиталдың үлесін арттыру бойынша, ол үшін жалпы жиынтық, яғни қорытынды пайда сомасын жоғарылату қажет. Және кредиторлық бережақтар сомасын азайту секілді сол кәсіпорын балансының құрамын жетілдіру бойынша осындай іс-шаралар қабылданады. Мысалға, жаңағы алған біздің көкжиек жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бухгалтерлік балансын енді пассив жағын талдайтын болсақ, міне капитал мен міндеттемелер пассив жағы көрсетілгенде, бұл сәйкесінше актив сияқты тексеріледі, яғни өсу қарқыны, өзгеріс қарқыны жыл соңындағы көрсеткіш пен жыл басындағы көрсеткіштің бөлініп қатынасы жүзге көбейтіледі. Ал ауытқу ол сомалық, яғни абсолюттік көрсеткішті талдау, бұл сомасын жыл соңындағы жыл басындағы сомасынан шегеріп, соның өзгерісін жазу. Және тағы да үлес салмағы анықталады, яғни әрбір жеке баптың оның жалпыға, яғни жиынға қатынасы жүзге көбейтілген түрі ретінде. Осы жасалған бухгалтерлік баланстың қорытындылай келсек, біз жыл соңындағы авансталған капиталдың жалпы сомасы жыл басындағы сомасымен салыстырғанда 238.831 мың теңгеге немесе 43,66%-ға азайғандығын көріп отырмыз. Мысалға, 237 мың. Және авансталған капиталдың жалпы сомасында меншікті капиталдың үлесі 12,35%-ға өсіп отыр, сәйкесінше тартылған капитал үлесі төмендеп отыр. Бұл жағымды баға. Жыл соңындағы меншікті капитал оның басындағы сомасымен салыстырғанда 1,078 мың теңгеге немесе 1,20%-ға азайған. Ол меншікті капиталын сақтауын қамтамасыз етпегендікті білдіреді. Яғни меншікті капиталдан қандайды бір міндеттемелерін жабуға қаражаттардың алынғандығын байқалады. Кәсіпорын айналымында несие ресурстарды пайдаланылмады, яғни біздің бухгалтерлік балансымызда жаңағы пассив бөлімінде алынған несиелер жоқ. Төртінші саты бойынша біз кәсіпорын жыл соңында кредиторлық бережақтар сомасын жыл басымен салыстырдық. Ол 51,98%-ді құрап отыр, ал оның авансталған капиталының жалпы сомасындағы үлесі 12,35%-ға төмендеп отыр. Енді балансты қорытындылай келсек, кәсіпорынның авансталған капиталы құрамының өзгерісі қаржылық көзқарас жағынан жағымды бағаға ие болып отыр. Жалпы кәсіпорынның аванстық
капиталының, яғни пассив жағын жалпы сомасындағы меншікті капитал сомасын көтеруге және кредиторлық бере жақтарды уақытылы жабу мен қатал орындау бойынша ұсыныстар жасауға болады. Қорытындылай келе. Сонымен қатар қаржылық есептіліктің, яғни оң динамикасын сипаттайтын факторлар болады. Ол бірінші, есептік кезеңнің соңында баланс валютасы өсу керек. Баланста бөлінбеген пайда болуы немесе жалма шығын болмау керек. Үшіншіден, дебиторлық және кредиторлық бере жақтарының мөлшері мен оның өзгеру қарқыны шамамен тең болу керек. Және ағымдағы активтердің өсу қарқыны ұзақ мерзімді активтердің өсу қарқынан асып кетпеуі керек. Және меншікті капитал қарызға қарағанда көп болу керек. Яғни меншікті капитал ол кәсіпорынның өзінің пайдасы таза. Ол қарыздарынан көп болу керек. Алтыншы, ұзақ мерзімді активтер ұзақ мерзімді капиталмен жабылып отыру қажет. Және жетінші, меншікті капитал айналым капиталы. Меншікті айналым капиталы әрқашанда оң болу керек. Міне осының барлығы анықталса, талдау барысында бухгалтерлік баланстың актив пен пассив жақтарын талдау барысында ол кәсіпорынның, яғни оң динамикасының оңтайлы дамуын білдіреді. Есептік кезеңде таза айналым капиталының болуын анықтау және оның өзгерін бағалау. Мысалға, біздің бухгалтерлік баланстың деректері бойынша таза айналым капиталының бар болуын анықтауға болады. Ол үшін біз баланс капитал, яғни 5-ші бөлімнің қорытындысына баланстың ұзақ мерзімді міндеттемелер қорытындысын қосып, баланстың ұзақ мерзімді активтер бөлімі қорытындысын алып тастаймыз. Және одан әр талдау барысында есептік кезеңнің басы мен соңына мыналарды есептеп отыру қажет. Яғни бірінші, кәсіпорын активтерінің жалпы құнындағы меншікті айналым қаражатының үлесін, маневрлік коэффициентін және меншікті айналым қаражатымен қамтамасыз етілу коэффициентін. Мысалға, біз жаңағыдай бухгалтерлік балансымызды алған болсақ, міне осы көрсеткіштерінде активтердің жалпы құндағы меншікті айналым қаражаттарының үлесі 11,46-ға тең болып тұр. Маневрлік коэффициенті 0,700. Қысқа мерзімді активтердің құны 5, ол бізде есеп шарты бойынша, және меншікті айналым қаражатын қамтамасыз ету коэффициенті 0,121-ге тең болып отыр. Дәл сәйкесінше сол формулалармен жыл соңына да есептеп ауытқу есептелінді. Енді осы бухгалтерлік баланс бойынша қорытынды жасайтын болсақ, міне мысалға осы есептеу шарттары, жаңағы формулаларды пайдаланып, осыны тәжірибелік сабақта қарастырып өтеміз. Енді осы есеп шарттары бойынша мысалы талдау барысын қорытындылай келсек, кәсіпорынның жұмысын бағалау оң нәтиже берді. Дегенмен ақырында меншікті айналым қаражатының бар болу жыл басымен салыстырғанда 4,982 мың теңгеге төмендесе, және де маневрлік коэффициенті 0,048-ге төмендесе, бірақ активтердің жалпы құндағы меншікті айналым қаражатының үлесі бұл 7,27%-ға артқанын байқауға болады. Бұл есеп шарты бойынша. 7,27%, активтердің жалпы құндағы меншікті айналым қаражатының үлесі 7,27%-ға артып отыр. Бұл оңтайлы мәндер, оңтайлы екенін көрсетіп отыр. Ол оңтайлы мәндерден жоғары болып отыр, және меншікті айналым қаражатымен қамтамасыз ету коэффициенті бұл көп болмаса да, бірақ 0,087%-ға артып отыр екен. Енді жалпы өтеу коэффициенті өтімді құралдар жедел және қысқа мерзім міндеттемелердің сомасын өтейтін белгілеуге мүмкіндік береді, және сонымен баланс құрылымының тұрақтылық дәрежесін ғана емес, сол кәсіпорынның өзінің қысқа мерзімді қарыздары бойынша тез есептесе алу қабілеттілігін дәлелдейді. Енді нарықтық экономикасы дамыған елдерде бұл көрсеткішке кәсіпорындардың ағымдағы өтімділігін бағалау кезінде ерекше мән беріледі. Оның кеңінен қолданылуының негізгі себептері ол біріншіден қысқа мерзімді активтер мен қысқа мерзімді пассивтердің өтелу дәрежесін көрсетеді. Бұл көрсеткіш қаншалықты жоғары бойынша соншалықты қысқа мерзімді міндеттемелер төлеу сенімділігі жоғары болады. Екіншіден,
қысқа мерзімді активтердің қысқа мерзімді пассивтердің асып кетуі, ол ағымдағы активтерді, яғни ақша қаражаттарынан басқаларын сату немесе жою, тарату кезінде зияндардың пайда болуына бөгет болады. Бұл қарсы әрекеттің қаншалықты күштірек болуы кредитор үшін соншалықты тиімді. Бұл жаңа арттыруды шетел компанияларында жұмыс істеуші капитал немесе қаржы эксплуатациялық қажеттілік деп атайды. Жалпы өтеу коэффициенті өндіріс сипатына байланысты күрт ауытқуы мүмкін. Оның деңгейіне тиелген тауарлар мен көрсетілген қызметтермен есеп айырысу нысандары, өндіріс циклінің ұзақтылығы, тауарлық материалдық қорлардың құрылымы және басқаларды әрекет етіп отырады. Сол берілген көрсеткіш үшін мына шектеу қалыпты мән болып табылады. Яғни ағымдағы өтімділік коэффициенті ол 2-ге тең немесе 2-ден жоғары болу қажет. Енді көптеген отандық кәсіпорындарды мысалы банкроттық анықтамаға жатқызуға болады. Яғни мұндай белгілермен анықтау дұрыс емес, себебі көп кәсіпорындар ішінен нақты банкроттық шаралар қаупі төнген кәсіпорындар бөлініп көрсетілмейді. Бұл яғни біз жаңа ағымдағы өтімділік коэффициентін есептеген жағдайда. Мысалға, біз нормативтік мән әлемдік есептік талдау тәжірибесінде салалар және салалы аралық болып бөлшектеніп қолданылады. Осылайша, мысалы, ақш-тың сауда министрлігінің мәліметтері бойынша салалар мен кәсіпорындар тобы бойынша жалпы өтеу коэффициенті 90-шы жылдары мынадай болған. Яғни өндірік саласы корпорациясында 1,47 болса, мысалға тамақ өнімдерінің өндірісінде 1,25. Яғни Қазақстанда да статистикалық материалдарды жинақтау мөлшеріне қарай бұл көрсеткіштердің мәнін салалар мен сала аралық болып бөлшектеп, және оның активтерінің өтімділігін талдауда қолдану керек деп ойлаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.